Барыңызға сәлем. Қазір сіз «Коннект» деген фильмнің қысқа сөзін естисіз. Ха Донг Су түнгі қаланың көшелерімен серуендеп жатқанда, оған белгісіз адамдар шабуыл жасайды. Оны фургонға тиеп, органдарын бөлшектеу үшін жасырын хирург апарады. Таңертең қала көшелерінде жүргіншілер гүлдер арасындағы жалаңаш қыздың әдемі мүсінін тамашалайды. Мүсіннің үстінен ағып жатқан қанды көргенде көпшілік үрейленіп келеді. Бұл нақты адамнан жасалған мүсін екені анықталды. Полиция қажетті зерттеулер жүргізу үшін байғұстың денесін алады. Ха Донг осы уақытта үйде отырып, басынан өткерген қорқынышты түсті есіне түсіреді. Сол хирург оны өлтіріп, органдарды алу үшін аутопсия жасады. Ол көз алмаларын шығарып үстелге қойғанда, жігіттің миы оған суретті бере бастады. Хирург телефонмен сөйлесуге кеткенде, Ха Донгтың денесіндегі барлық жаралар бітелді. Ол орнынан тұрып, дірілдеп көздері жатқан үстелге қарай бет алды. Адам тек сол көзді енгізе алды. Содан кейін ол үрейленіп асығыс қашуға мәжбүр болды. Біраз уақыттан кейін ол оң көзінің біреуге қондырылғанын түсінді. Енді сол адамның не істеп жатқанын көре алады. Осы уақытта полиция мүсінші маньяк құрбандарының жеке басын анықтайды. Қазірше олар екі жағдай туралы біледі және детективтер өлтірілгендердің арасында ортақ нәрсе таба алмайды. Офицерлер атап өткен жалғыз нәрсе, маньяк өз құрбандарын қаншалықты қамқорлықпен өлтіріп, оларға нағыз өнер туындысы ретінде қарайды. Осы уақытта Ха Донг әдеттегі істермен айналысады. Көршісінің күйеуінің ұзақ уақыт жоқтығына қынжылғанын естіп, оны іздеуге шығады. Бір бұрышта ол үш жігіттің көршісін үйіне жіберіп, қарт адамды мазақ еткенін көреді. Ха Донг жетесіздерге қарсы тең емес шайқасқа түседі. Олар құлағын пышақпен ұрған кезде ол құлап кетеді. Жастар үрейленіп қашып кетеді. Жас жігіттің өзі балалық шақты еске алып, ол үлкен биіктіктен құлаған бірнеше секунд ішінде қалпына келгеннен кейін, балалар оны ақымақтықпен мазақтай бастады. Енді оның құлағынан қозғалатын шатыр пайда болып, ол бірден орнына келеді. Адам ағзаларын сататын астыртын нарығының негізін қалаушылар өлтіруге болмайтын жігіт туралы біледі. Олар үшін бұл жігіт нағыз құндылық болғандықтан оны іздеуге бар күшін салады. Қарақшылар олардың әңгімесі тыңдалып жатқанын білмейді. Енді ерекше жігіт туралы білетін адамдар да бар. Осы кезде Ха Донг өзінің жоқ көзімен қайтадан көре бастайды. Бірақ жаңа иесінің көзінен жас тамғанда сурет жоғалады. Жас жігіт өз ағзасын қалай болса да қайтаруға шешім қабылдайды. Ол үшін ол жақында қашып кеткен жерге барады. Жас жігітті көргенде қарақшылар оны ұстап алуға тырысады. Ал Ха Донгқа қуғын сүргіннен жасырынуға Чой Иран көмектеседі. Өйткені олар қарақшыларды тыңдап, жігіттің ерекшеліктері туралы біледі. Қыз көпірге жаңа танысын тастайды. Оған құлаудан ештеңе болмайтынын біле отырып, ол оны ашулы қуғыншылар тобынан құтқарады. Келесі күні қала көшелерінде тағы бір мәйіт мүсіні пайда болады. Бұл жолы маньяк өзінің құрбанын таңдады. Кеңсе қызметкері Джин Соп Ха Донг сияқты өзінің әдеттегі ісімен айналысады. Олар бір сәтте оң көзінде ауырсыну мен ыңғайсыздықты сезіне бастап, олардың арасында байланыс орнатылады. Ха Донг тағы бір суретті көріп, оның көзінің дәл қазір қайда тұрғанын түсінеді. Тағы бірнеше уақыт өткеннен кейін, жас жігіт оның көзін өлтірушінің өзі мүсіншіге ауыстырғанын түсінеді. Ха Донгтың басшылығымен мүсінді тапқаннан кейін, ол үлкен кеңсе ғимаратына келеді. Ол Сон Хи атты қызбен кездесіп, оны бір жерде көргенін есіне түсіреді. Жас жігіт онымен сөйлесуге тырысады, бірақ қыз бейтаныс адамнан қорқып қашып кетеді. Түскі ас кезінде Сон Хи өзінің әріптесі Джип Соппен және бірнеше адаммен кездеседі. Ха Донгқа тағы да суреттер үзік-үзік қайта келіп, ол қазір жас жігіттің отырған жерін іздей бастайды. Ол мен Ху барған кафеге тоқталады. Жігіт Сон Хидің алдында отырады, сондықтан Ха Донг оны маньяк деп ойлайды. Екеуі арасында төбелес басталады. Оның барысында Мен Хун жас жігітке қажет адам емес екендігі анықталады. Тағы бір маңызды себеп Ха Донг түсінде аян болған оғаш белгі. Ол астрологқа келеді, ал әйелдің айтуынша бұл символ Плутонды білдіреді. Бұл планета жойылу мен қайта туылуды, сонымен қатар жер асты әлемінің патшасын бейнелейді. Плутонның екінші атауы өлімнің өнермен әрекеттесуіне байланысты бұлыңғырлықты білдіреді. Сондай-ақ бұл құбылыс Плутонның Венерамен қиылысында болады. Астролог бұл жақын күндері қайта болатындығын хабарлайды. Джин Сопқа Сон Хи қоңырау шалғанда, үйде өзінің әдеттегі ісімен айналысып отырады. Қыз осы түні жас жігіттің үйінде өткізеді. Осы уақытта детектив астролог Ян Ранды ақылдасуға шақырады. Ян Ран, ол оған Плутон белгісін көрсетеді, ал әйел оған қызығушылық танытқан жас жігіт туралы айтады. Маньяктың барлық құрбандарына осындай белгі ойылған екен, бірақ оны тергеу жасырын ұстады. Бұл туралы біреудің қызығушылық танытқанын естіген детектив бірден жігіттің бейнебақылау камераларының сипаттамасын алады. Полиция Ха Донгтың бейнесін алып, оны бірден іздеуді бастайды. Таңертең барлық жаңалықтар маньяк тағы бір құрбаны мүсінгенге қойылғандығы туралы хабарлама тарайды. Сон Хи таңертең оянып, қызығушылықпен Джин Соптың пәтеріне қарайды. Ол ескездері бар альбом көріп, оны парақтайды. Қыз онда өлтірілген адамдардың мүсіндері бейнеленгенін көреді. Жасырын зертхананың апатшылары Ха Донгты байқап, олар жігітті ұстауға тырысады. Бірақ Чой менен Ранг оған тағы да көмекке келеді.
Қыз жас жігітті қауіпсіз жолдармен оқиға орнынан алып кетеді. Сон Хи жұмысқа келіп Мен Худан көмек сұрайды. Ол жігітке шатырға тығылуды айтып, ал өзі Джин Сопты әңгімеге шақырады. Қыз табылған альбом туралы айтып түсініктеме беруін сұрайды, бірақ олардың әңгімесін телефон қоңырауы тоқтатады. Оның әшкереленгенін түсінген маньяк жігітті шатырдан лақтырып жібереді, ал Сон Хи мойнын бұрады. Мұның бәрін жігітке аян болып көрінеді. Төмендегі дүрбелеңді пайдаланып, Джин Соп кеңсесіне түсіп, оны іздеп жүрген жігітті байқап, дәретханаға тығылады. Олардың алғашқы кездесуі сол жерде болады, бірақ қашып кеткен күзетші Ха Донг компаниясының 2 қызметкерінің өліміне қатысы бар екеніне толық сенімді болды. Бұл күдіктерді бір көзді жігіт оларға бірінші рет жақындаған күні оның жанында болған досы Сон Хи де растайды. Осы уақытта Джин Соп жұмыс орнына оралып, көргендері туралы ойлауды тоқтатпайды. Дәретханада ол Ха Донгтың алақанына қалам сұқты, ал бір сәттен кейін жара бітеліп кетті. Жас маньяк үшін бұл қалай мүмкін екенін білу өте қызығушылық тудырды. Күзетші ұсталған адамды полицияға апарған кезде оған Чой мен Ранг тағы да көмекке келеді. Осы полицейлермен қарым-қатынас дұрыстағаннан кейін ол жас жігітті резервтік шығу арқылы алып кетеді. Осы уақытта полиция қауіпсіздік камераларындағы жазбаларды қарап, кеңсе қызметкерлері өлтірілген сәтте Ха Донг бірінші қабатта болғанын түсінеді. Бұл оның күдіксіз екенін дәлелдейді. Үйге келгеннен кейін Ха Донг Чой и Ранг неге оған үнемі көмектесетіндігінің себебін сұрайды. Ол бала кезінде бір баланың өзін құрбан етіп, оны қалай құтқарғандығын, оны асфальтта жүк көлігімен жаншып тастағанын, және бір сәттен кейін ештеңе болмағандай қалпына келгенін айтады. Ранг бұл құбылысты коннект деп атайды. Өлмейтін дене туралы аңызды естіген қыз жараланбайтындар туралы кез келген ақпаратты жинай бастады, және осылайша Донг шықты. Жігітті іздейтін адамдар елдегі ең үлкен медициналық корпорацияда жұмыс істейді, және коннект арқылы үлкен ақша табуға үміттенеді. Детективтер Чой мен Парк Джин Соптан қызметкерлердің өлтіру туралы сұрақ қояды. Ғимараттан шыққаннан кейін детективтер өз әсерлерімен бөліседі. Чой сабырлы жігіттің мінез құлқында бір нәрсе дұрыс емес екендігін сезеді. Ха Донг жаңа танысына көзін қалай жоғалтқаны және көрініс туралы айтады. Тағы бір сурет маньяк әнді тыңдаған кезде пайда болады. Танымал әнді Ха Донг жазған және орындаған екен. Кенеттен ол Джин Соп бұл музыканы тыңдаған кезде ғана көз оған суретті беретінін түсінді. Белгілі музыкант және орындаушы Зет желіден әннің мұқабасын жазады, және сол жерде бірден хитке айналады. Әнші бұл композицияны авторлық құқықпен сатып алғысы келеді, бірақ ол авторды таба алмайды. Джин Соп өзінің альбомына отырады, ал Ха Донг маньяктың келесі құрбаны тағы бір бала болатынын түсінеді. Ол кісі өлтірушіні табуға тырысады, және тағы бір рет аян алып, оның сыртынан қарап тұрғанын түсінеді. Адам фургонды байқайды, бірақ ол оның бағытына барғанда кетеді. Полиция көз байлап тұрған жігітті байқап, оны бірден бұрады. Детектив Чой Ха Донгтан жауап алып жатқан кезде Джин Соп кімнің көзі трансплантацияланғанын білуге үміттеніп, жасырын хирургқа барады.